Бізді қоршаған әлем атомдардан құралған. Демалатын ауамызда, жерде, тіпті өзіміздің денемізде атомдардан тұрады. Атомдар кез келген материяның кішкентай құрамдас бөлігі. Олардың қаншалықты шағын екендігін елестетудің өзі қиын. Атомның ені миллионнан 1 миллиметрдің 10-нан 1-ін ғана құрайды. Бір түйір құмның өзінде триллиондаған атом бар. Бұл өте қуатты электронды микроскоптың көмегімен түсірілген атомдардың суреттері. Мынау жылтыраған кремний. Ал мынау көміртегі атомдары. Әртүрлі элемент атомдары бір-бірінен ерекше болғанымен барлық атомдарға тән. Мейлі ол алтын немесе гелий болсын, ортақ түпкі құрылым бар. Әр атом үш негізгі элементар бөлшектерден тұрады. Олар протондар, нейтрондар және электрондар. Атомның көп бөлігі бос кеңістік. Оның ортасында шағын ғана тығыз шар болады. Оны ядро дейді. Протондар мен нейтрондар ядроның ішінде орналасады. Ядро атом көлемінің триллионнан 1 бөлігін ғана құрса да, атом массасының басым бөлігі осы ядроға келеді. Протондар әрдайым оң зарядталған, ал нейтрондардың заряды болмайды. Ядроны қоршаған бос кеңістіктегі мына кішкентай нүктелер теріс зарядталған электрондар. Олар атомды айнала қозғалады.